Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, әріптестер. Мен Қарағанды Тау-Кен индустриалдық колледжі электромеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану мамандығы бойынша өндірістік оқыту шебері Жаңбырбаев Бекзат Амангелдіұлы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ленталы конвейерлер. Сабағымыздың мақсаты ленталы конвейерларды қызмет көрсету барысында, яғни іске қосу барысында қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, және ленталы конвейерлердің құрылысымен таныс болу. Бүгінгі біздің сабағымызда біз 1LT80 маркалы ленталы конвейерін қарастыратын боламыз. Жалпы ленталы конвейерлер шахталарда, карьерлерде және басқа өндірістік орындарда кеңінен пайдаланылады. Ленталы конвейерлердің жұмыс істеу принципі ол пайдалы кендерді жер бетіне шығару болып табылады. Шахталарда айтып өтетін болсақ, ленталы конвейерлер жазық қазбаларда және көлбеу қазбаларда қолданылады. Жалпы ленталы конвейердің құрылысына тоқталатын болсақ, ол бізде қауіпсіздік ережесіне сәйкес авариялық жағдайда тоқтату, яғни ленталы конвейер тоқтату тростық тартпа датчигінен тұрады. Яғни осы тросты біз тарту арқылы ленталы конвейердің жұмысын тоқтата аламыз. Келесі бөлігі ленталы конвейердің ол роликтік тіреуіштер. Яғни роликтік тіреуіштер әрбір метр сайын орналасу қашықтығы 1 метрді құрайды. Және де ең негізгі бөлігінің бірі ол резиналық лента болып табылады. Осы резиналық лентаның солға немесе оңға шығып кетпеуін қадағалайтын датчик, ол датчик исхода ленты деп аталады. Осы датчиктің жұмыс істеу принципі, яғни лента солға кететін жағдайда бізде ленталы конвейердің жұмысын тоқтатып, яғни сөндіреді. Авариялық сөндірудің бірі болып табылады. Келесі датчик ол бізде датчик лентаның қозғалысын қарастыратын, яғни жылдамдығын қарастыратын датчик болып табылады. Яғни егер бізде лента жұмыс істеуін, яғни айналуын тоқтататын болған жағдайда, жаңағы датчик қозғалтқыштың жұмыс істеуін тоқтатады. Келесі бізде ол ленталы конвейердің жүрегі деп айтсақ та болады, ол бізде қозғалтқыш. Яғни мына екі барабанды қозғалысқа әкелетін қозғалтқыш болып табылады. Және де осындай барабандар ленталы конвейердің соңына қарай орналасады, ол лентаны тарту үшін, яғни тартпа барабандары болып табылады. Ленталы конвейерді іске қоспас бұрын біз қауіпсіздік ережесіне сәйкес конвейердің маңайында жұмысшылардың болмауына көз жеткізуіміз керек. Жұмысшылардың болған жағдайында қауіпсіз арақашықтықты сақтағанына көз жеткізу арқылы біз конвейерді қоса аламыз. Конвейерді іске қосу үшін іске қосқыштың бекітпесін басамыз. Бүгінгі біздің сабағымызда 1LT80 маркалы ленталы конвейердің құрылысымен және жұмыс істеу принциппен таныстық. Қауіпсіздік ережесін сақтай отырып, жұмыс жасауды үйрендік. Назарларыңызға рахмет.